белгісіз бұрышты табу, x-ті табыңыз дейді бізге бұл жерде. Ол бізде x белгісіз, ол мынау көк бұрыш болып тұр. Ал жасыл бұрыш бізге белгілі, ол бізде 31 градус. Енді мұнда қарасақ, бұл бізде түзу берілген, түзу берілген. Ал түзу деген ол бізде жазыңқы бұрыш деген сөз. Ал жазыңқы бұрыштан толығымен алған кезде, ол бізде 180 градус береді. Яғни көк бұрыш пен жасыл бұрыштың қосындысы бізге 180 градус болу керек. Енді сол арқылы біз теңдеу құрастырсақ, x қосылған 31 градус тең ол 180 градус бізге береді. Енді бұл жерде теңдеу шығаратын болса, қарапайым ғана теңдеу 180 алып тастаймыз 31 градусты. Бұл градус бар. Екен бағандап алып тастайық. 180 алынған 31. Біз мұнда бір қарыз береміз, 10-нан 1 аламыз 9 болады. Мұнда 7 қалып бізде ойымызда 7 минус 3 ол бізде 4-ке тең болды. 149. Жауапты енгіземіз 149 градус деп. Жауапты 149 деп енгіземіз. Тексеру басамыз. Дұрыс деген бізге белгі береді. Жаңа есеп басамыз. Дәл осы тәртіп бойынша есепті жалғастыра береміз. Енді ауызша шығарсақ болады. 180 алынған 75 ол бізде 105 градусты береді. Тексереміз. Дұрыс. Дәл осы тәртіппен шығара береміз. 180 алынған 25 ол бізде 155 береді. Тексеру басамыз. Дұрыс. Жаңа есеп басамыз. Есеп осылай шексіз шығара береміз.